Ассалаумағалейкум, тағы да құрметті Қазіреті гараж көрермендері, қатты қуанып тұрмын видео шығып жатқанына. Себебі ұзақ уақыт бойы бір айдай почти видео салған жоқпыз. Себебі біз контент іздеумен болдық. Одан бөлек мен сол уақыт аралығында көлік алып үлгердім. Ендеше бүгін сол көлігіммен сіздерді таныстырғалы жатырмын. Бәлкім араларыңызда біреулері түсінбейтін шығар, неге ондай көлік, неге мынандай көлік деген секілді. Бірақ барлықтарыңыздың андай күмәндарыңызды сейілту үшін мен толыққанды өзімнің жаңа көлігіме шолу жасамақшымын. Ендеше жақсылап ыңғайланып отырыңыздар, мен бастаймын. Короче, машинаны алып кетуге бара жатырмыз. Мен жаңа машина алдым. Дәл қазіргі сәтте таксиде, өйткені ана жаққа барғаннан кейін автобуспен келді, ол кілтімді береді. И біз сол машинамен сразу үйге келетін боламыз. Ол үшін қазір таксимен бара жатырмыз. 2 күн жүріп келді Астанадан. Мен доверенность жасап ағама, и ол менің атыма уже переоформить етіп қойды машинаны. И мен, получается, көрмей, видеодан көріп, просто сөйтіп машинаны ала салдым. Қандай машина алғанымды сол жақта көретін боласыздар. Обложкаға әдейі қоймадым не машина алғанымды. Өзім қатты күттім бұл көлікті. Камараны сатып жатырмын. И мына көлікті прям отбасылық деп бұрыннан прям алғым келетін. Комфортный машина керек болды. Семейный машина керек болды. И менің таңдауым осыған түсті. И ол вариант шығып болғанда мен қатты қуанып бірден сатып алдым. Қазір барып қандай машина екенін көрейік. Біз, короче, машина тұрған жерге келдік. Таксимен келіп едік қой. И ойламаған жерден мынандай ДТП болып қалды. Түзеу келемін? Не бампер? Темір ме? Келмейді. Жоқ, келеді. Не да? Анау не ғой сен? Феммен-ақ шығарып алады ыстықпен. Қайта капотың дым болмапты, бампер ғой сен. Капотың майысса вот мынаны қиын. Жақсы брат. Короче, біз машина тұрған жерге келдік. Сіздерге әлі де қызық болып тұрма не машина екені. Операторсыз Ернат екеуміз, оператор кешке келем деді, ал бізге машинаны алып кетіңіз деп жатыр, короче. Сол үшін біз дайындықсыз прям сіздермен бірге көрейін деп жатырмыз менің көлігімді. Құдай қаласа осыны ұзақ айдайын деп ойлап тұрмын. Сатым келмейді, короче. Міне автобоздар жаққа келдік. Лайв форматта түсіріп жатырмын міне. Келе жатырмыз. Бірақ Ернатқа бұл көлігін қатты ұнаған жоқ. Ол айтады, камарамен жүре беретінен мен дейді. Просто анау 70-тегі, 60-тағы аталар айдайтын машина сияқты. Түріне қараса сондай машина сияқты дейді. 70-тегі, 60-тағы аталар айдайтын машина сияқты ма? Еще андай дивил сияқты ұзын ғой, цвет аппақ. Қараға бояйым дейді. Ана цвет аппақ. Сен бүкіл планымды айтып қоймаса өйтіп, қараға бояйым дейді дей ма? Йо, мен уже көрдім машинаны та-та-та-та. Мә, Ернат әлі көрген жоқ. Мен көрдім уже машинаны қай жерде тұрғанын. Ой, көріп қойдым. Көріп қойдың ба сен де? Қалай екен, Ернат? Алыстан қарасаң Rolls-Royce. Алыстан қарасаң Rolls-Royce сияқты? Все, дайынсыздар ма? Мә, дерзкі ғой, дерзкі. Міне, аппақ, красавчик, әдемі. Ё-мое, осы машинаны қанша уақыт алғым келді мен деп. Мына жерге қазір толтырып BMW-ның фанаттар жазып атқанша да красавчик, байқалыпты, ё-мое. Жоқ, мына менікі Lincoln Town Car, нағыз американдық рамалық седан. Ё-мое, мына қараңыздар. Мынау парольмен жабылады, қараңыздар. Аккумуляторын алып тастаған ғой, аккумуляторын қосқаннан кейін парольмен жабылады. Шын қарасаңыздар, шын не деген люкс. Американдық роскош қой мынау деген. Ё-мое. 6 адам отырады мына жерге. Бірақ мына кожаның ыстығын айтамайым ше. Алло, да, я вот приехал машину забрать. Ага, все хорошо, сейчас подойду минуту. Вы здесь, да? Да, сейчас подойду. Все хорошо. Қазір келемін дейді. Мә, красотаны қарасаңдар, красотаны. Ернат неге ұнамайды саған? 60-70-тегі салдасы. Петрович дейтін машина сияқты ма? Петрович. Сіздер Ернаттың ойымен қосыласыздар ма, қосылмайсыздар ма? Үлкен шалдар дейтін машина сияқты, пенсионерлерский дейді. Петрович дейтін машина сияқты дейді. Давайте пікірге өздеріңіз комментарийлерін жазыңыздар. Қазір аккумуляторын қосамыз, оталдырамыз.
и салам алейкум үйге апарып қоямыз да дальше камерамен тірліктерін бәрін бітіреміз. Ал ертең электрикке апарып бензин насосын көрсетіп алу керек екен. Өйткені ұзақ уақыт мына машина вообще оталмай жүрмей тұрған. Бұның объемы үлкен 4,6 болғандықтан налогы 340 мың немесе 360 мың теңге. Сол 360 мың налогты төлемесі үшін екінші машинасы бар ғой, бұрынғы хозяинның. Сол екінші машинасымен жүре берем деп, мынаны учеттан шығарып, налогын төлемесі үшін просто қойып қойған. Сөйтіп минимум 1 жыл тұрған бұл машина. Сол үшін бензин насосында дроссель немесе бензин насосы памперс деген болады ғой, сол шаң тұрып қалған екен деп ойлап, мындай бензинді онша тартпай тұр дейді. А так 4,6 мынаны объемы. Налогын төлеу қиын ойын деп тұр. Памперс деген сөз саған қызық болып тұр ма? Памперске не болды соны машинаның? Андай бензин насос болады, бензинді тартатын сол жерде неше түрлі шаң-паң бензинмен кіріп кеткен болса, соны ұстап қалатын памперс болады. Пылесоста болады ғой, сондай сияқты андай фильтр сияқты нәрсе ғой. Мынаның бәрі заты заводской окрас деді ғой, заводской окрас деді. Еш жерінде шпаклевка жоқ деді маған. Бұл машинаның, короче, үшеуі ақ сатылып тұр. Біреуі 6 миллион 900 деп тұр, біреуі 9 миллион деп тұр Астанада, и тағы біреуі 15 миллион деп тұр. Мына Lincoln Town Car алдым. Рестайлингта 11 жылға дейін шыққаны ғой, короче, ең соңғысы. Құдай қаласа қараға бояғым келеді өзім. Қара түске бояп алам ба деген ниетім бар. Алла қаласа. Ал Құдай қаласа сіздерге детальный обзор болады. Қалаға барайық. Машина жуан ба деп ойласам, жумаяқ та қойсам болады екен ғой, тап-таза. И 1-2 майда шүйдесі бар, істеп алу керек. Соны істейміз Янат, иә? Қазір барып, кілтін алып, ақшасын төлеп, документін алайық. Бісміллә деп машинаны бірінші рет оталдырайын деп жатырмын. Ай, бірінші рет оталдырайын деп жатырмын машинамды. Ох ты, электроникасы қатты ұнайды маған, шығарсаңыздаршы, американский электроника. Музыка қосылды. Бісміллә. Ой, оталды машина. Ешқандай чек-ештеңе жанып тұрған жоқ. 216 мың пробег. Airbag жанды өшті. Ручник қосылып тұр екен, брейк деп. Ручник жібере салайық. Так. Все, ручник өшті. Airbag жанды. Светтерін бәрі жанып тұр, өйткені есік ашық тұр. Все. Қуанып тұр негізі. Номерларға номерларын тақып қойын. Қалада мына номермен көретін болсаңыздар, бұл мен 272 АФК деген түсті. Құдай қаласа, камераны сатсам, мына номерлерді алып тастаймын да, камерада 0.95 алып өсе салып қоятын боламын. Пока мұнамен тұратын болады. Зеркальный бұл да кішкене әдемірек. АФК деген вообще ұнамайды маған. Номерларын бәрін көрсетсем, спокойно көрсетсем, өйткені мен заңға бағынатын, тәртіптің налогты төлейтін адаммын. Бисмилля. Все, болды? Болды тұрады. Ал, бисмилля, жүрек. Ой. Самолет қой мынау. Ё-моё. Мына машинаны бекерден бекер алған жоқпын ғой мына машинаны. Самолет, габариттер кіші үлкен екен. Ё-моё, құтты болсын, шүкір. Аумин Аллаға, мыңда бір шүкір. Айбай, бір нәрсе тақылдап отыр. Ходок ішінде бір нәрсе düşünмесейді. Think I want a yacht and a ranch, yes. Hit the boulevard and hit my dance. Everybody wanna be a boss, but they can't, but they motherfucking can't. Мына көлігімнің сіздер размерін қараңыздаршы, қандай үлкен, е. Мен именно американдық комфортқа мінгім келді. Бұл вообще тарихтағы соңғы рамалық седандардың қатарына кіреді. Яғни бұның платформасы төменгі жағы қазіргі джиптер секілді раманың үстіне мына шанағы кузовы жиналған. Бұл Lincoln Town Car, сіздер бұл көлікті американдық кинолардан көп көрген шығарсыздар, боевиктардан, неше түрлі Леонардо Ди Каприолар бір жерге барған кезде дәл осы көліктің қарасы барып жүреді. Бұл өзінің осы Lincoln Town Car'дың ең соңғы поколениясы, яғни рестайлингі 2005 жылғы мен көлігім. Бұл көлік
2011 жылға дейін шыққан, яғни бұның ұшақ түрі болған поколениясы. Біріншісі ол ана бригадаға түскен 83 жылғы ретро түрі, одан кейін 90 жылдан бастап квадратный 4-бұрышты түрі болған, ол көлік бізде болған еді. Одан кейін 98 жылдан бастап осы 3-ші поколениясы шықты. Бізде ана лимузиндар көп тойларда жүретін еді, ұзын лимузиндар, осы Линкольндардың. Сол лимузиндардың мынау рестайлинг түрі, яғни бұл жақта кішкене ходовкасында өзгертулер бар, моторында кішкене доработкалар бар. Бірақ бұл рамалық үлкен көлемді седан. Яғни комфорт жағынан бұл көлікке жете қоятын көліктер аз, өте аз. Түрінің өзі өте кайф. Мынау мысалы қазір жалғыз тұр ғой, жалғыз тұрғаннан кейін бұның размері қаншалықты үлкен екені көрінбей тұр. Ал егер потокта келе жатқан болса, немесе бір парковкада 4-5 көліктің жанында тұрған болса, бұл өте үлкен көлік болып саналады. Бұл көлікті мен ұзақ уақыт іздедім, бір 2 жылда іздедім бұл көлікті негізі. Именно таункар алғым келді. И именно осындай рестайлинг, яғни андай современный дейді ғой, андай түрі жаңалауын алғым келді, ең жаңасын. Бұл көлік өзінің жылына қарамай өте қымбат тұратын көлік. Неге десеңіздер, бағана айтқанымдай, бұның аспасы, яғни ходовкасы өте жұмсақ. Оны жүрген кезде андай жанындағы достарым болсын, біреулердің реакцияларын бәлкім кейін түсірермін, бөлісіп жатқандарын. Бұның ходовкасы деген өте жұмсақ, себебі алдыңғы 2 дөңгелегінде 4 рычаг бар, артыңғысы пневмо баллондардың үстінде. Бірақ дәл менің көлігімде ходовкасы қатты шаршап қалған, себебі бұл көлік жүріп 300 000 километр жүріп, одан кейін ұзақ уақыт бойы гаражда тұрып қалған. Ал ол ұзақ уақыт бойы гаражда тұрып қалғаннан кейін кері әсерін тигізеді екен көлік үшін. Яғни кузовы үшін жақсы әсерін тигізсе, мына кузовы жалпы состояниясы жақсы болып тұрған күннің өзінде техникалық жағдайы өте қиындайды екен. Себебі резиналарының барлығы құрғап кетеді. Одан кейін анау форсункаларының барлығы, яғни бензин тұрып, андай слоится етіп, одан кейін қатты бір мусорға айналады екен түбінде. Сөйтіп мен бұл көлікті ала салып Астанадан алдым, одан кейін автобуспен алдырттым. Сөйтіп келгеннен кейін от алдырып, мен мәз болып, түрін көріп, мынау деген кайф қой, мен деп қатты қуанып сөйтіп от алдырдым. От алдырғаннан кейін газ басам, что-то тупит етіп жүре бастады, бүйтіп. Қатты жүрмейді, бірандай газ басам, бүйтіп рывоктан жүр. Не ол деп бұрынғы қожайынына звондасам, бензин насосындағы памперсі толып қалған шығар деді. Сөйтіп бұл көлікпен 1 ай бойы мен СТО-дан СТО-ға, сервистан сервиске алыстым. Толыққанды сіздерге қазір қалай нені жасағанымды таныстыратын боламын. Ұзындығы кайф, өте үлкен көлік негізі. Артына мен ойлап отырмын, болашақта андай айна бар ғой, өзінің дизайнын құртпас үшін салондағы айнаға андай задний камера қойып алам деп ойлап отырмын. Жалпы құрметті достар, осындай көлік алатын болсаңыздар, ешқандай да өкінбейсіздер. Ал егер мен сияқты бұндай көлік алып, одан кейін ол көлікті жөндейтін болсаңыздар, табуға болады бәрін. Бірақ әр нәрсеге ақша сала берген сайын ақшаның жалпы құны көтеріле береді. Сол себепті мен алмай жатып, көлікті айдап көрмей жатып, салып тастаған нәрселерімді сіздерге тізіп берейін. Мен алғаннан кейін бірден моторына және де ходовкасына диагностика жасаттым, и менде осыншама нәрсені шығарып берді. Яғни бұл жақта сразу коробкасындағы сальнигін ауыстыру керек деді. Ол жақтан май ағып тұр екен. Оны 8.000 теңгеге алдым. Одан кейін жұмысын бөлек айтамын сіздерге. 8.000 теңгеге алдым. Лобовой сальник ауыстырдым, оны 10.000 теңгеге алдым. Топливный фильтр ауыстырдым, 4.000 теңгеге алдым, 4.5 теңгеге алдым. Прокладка впускного коллектора деген алдым бірден. Өйткені впускной коллектордан андай май ағып тұрды, оны 12.000 теңгеге алдым. Сосын бірден сразу ремейнін көрдік та, ремейн созылып кеткен екен. И обводной ремейнді ауыстырып тастайық дедік. Сөйтіп мотористтің жұмысына жалпы құны 35.000 теңге бердім. Общий бәрін есептегенде примерно бір 60-70 теңге болып тұр. Сөйтіп осымен бітті ма деген кезде ремейнді ауыстырғаннан кейін ремейннің натяжителі бар ғой, соның дауысы шыға бастады. Қатты прям осылайынан шығып кетті. Блин, натяжитель тоже надо менять. Обводного. Сосын біз натяжительді іздеп әрең тауып, короче, 30.000 теңгеге әрең тауып, оны да кейін ауыстырдық натяжительді. Сөйтіп оның дауысы шықпай қалды. Бірақ бағана ғана педаль басқандағы жүрмей қалатыны кете ма деп, әлі күнге дейін кеткен жоқ. Сосын маған компьютерный диагностика айтты, сен барда форсункаларыңды тазалат деді. Сөйтіп форсунка келесі күні форсункаларды тазалатуға апарсам, форсункалардың действительно кәдімгі бұлт сияқты кір болып кетті, андай кәдімгі құм болып кеткен сияқты кір болып кеткен екен. Оны арнайы стендті тазалап, барлығын жасап берді. 16.000 теңгеге. Фильтрлердің барлығы нормальный екен, кстати. Одан кейін тұрды да, давай дроссель тазалап берейік, дросселің май болып кеткен деп дросельді тазаладық. Сөйтіп
форсунканы, дроссельді, жалпы бензин келетін нәрсенің барлығын тазаладық. Сөйтіп шыққан кезде әлі де пропусктар болды. Цилиндрларда сөйтсек, катушканы да ауыстыру керек екен. И бір катушкасы 8,5 теңге тұрады екен. Ол оригинал емес, дубликаты. Оригиналдары біреуі 25 теңге тұрады ма, сондай екен. Сөйтіп мен пока что дубликатын қоя тұрайын. Егер проблема сонымен кететін болса, мен кейін оригиналдарын қойдыртып аламын деп 3 катушканы ауыстырдық. Сөйткен кезде ғана мотор нормально болып, кішкене жүре бастап, газ басқанға реагировать етіп, көлік жақсы бола бастады. Әлі күнге дейін бұл көлікке салыну керек нәрселер көп. Дәл сол бензиннің енді бүкіл нәрсесін тазалағаннан кейін біз алдықта, короче, датчигін қарасақ, датчигін де тазалау керек екен, немесе ауыстыру керек екен. Сөйтіп біз датчик регулировки топлива дегенді ауыстырдық. Ол 30 000 теңге тұрады екен. Сөйтіп сол датчикті де ауыстырып, в общем, барлығын істету керек нәрсенің барлығын істеп біттім ба деген кезде ходовкасын қарасақ, ходовкасындағы бүкіл нәрсесінің резиналары күйіп кеткен, шаровыйларын, барлық сальниктерін, одан кейін артыңғы сол жақ пневмасын, одан кейін алдыңғы стойки стабилизаторы, в общем, соның барлығын ауыстыру керек маған. Оның барлығы қанша ақша болатынын мен әлі көрген жоқпын, санаған жоқпын, бірақ болашақта бірге жасатамыз деген ойдамын. Енді жалпы сыртқы дизайнына келетін болсақ, ешқандай сыртқы дизайнында көп вложение жоқ, өзі родной краскасында тұр. Тек қана мына артыңғы жағы боялған. Ол ұрылғаннан боялмаған, просто алдыңғы қожайынның айтуы бойынша мына екеуінің түсі сәл-сәл айырмашылық болып тұрғаннан кейін бірдей қылғым келді дейді. Сосын біз толщиномермен тексергенде нормально болды. Бізге мына лобовой трещина, лобовойды ауыстыру керек маған. Идеально болу үшін, көлік идеально болу үшін лобовойды ауыстыру керек. Сосын ең үлкен вложение ол астындағы мост. Задний артқы мост бар ғой, екі дөңгелекті байланыстырушы, сол мостты ауыстыру керек. Мен оны Ресейден іздесем 260 000 теңге деп тұр. Бізден разбордан 150 000 теңгеге таптым. Енді оның барлығы әрине сала берсең ақша, бірақ көлікті мен идеально қылғым келіп тұр. Сол себепті соның барлығын болашақта жасайтын боламыз. Ең үлкен, почканы тұрғансың. Ең үлкен жасау керек нәрсе ол түсін өзгерту керек. Маған ақ түсі ұнамайды, маған қанша краскасы родной болсын болмасын, маған қара түсі ұнайды. Бұл көлік қара түсте болу керек, себебі барлық Америкада ғана жұлдыздар бар ғой, Ди Каприо, Микаприолар бар. Одан кейін кинолардың барлығында бұның именно президентский айтпақшы, ненің өзінде, картельдің өзінде, картельдің қалай кетті? Не еді анау президентский? Картедж, картель деген наркобарондардың несі ғой. Картедждің өзінде қаралар жүреді, сол үшін мен қара қылғым келеді бұл көлікті. Қазақстан Республикасының президенті. Айта берсем көп, дисктің өзі жағдайы шаршаған, колпачогы, дисктің өзінің жағдайы шаршаған. Бұл дискті де құдай қаласа келісіп қойдым. Алмазная шлифовка жасаймын, сосын порошковая покраска деген бар, порошокпен бояйтын, соны жасататын боламыз. В общем, бұл көлік құдай қаласа идеальный болады. Енді бұл көлікті неге алдым десеңіздер, жаңағы айтқанымдай ғой, американдық вайпты, американдық лакшериді сезінгім келді. Қараңыздар, сіздерге қызық фишкасын таныстырайын. Барлық таункарлардың қызықты фишкасы ол мына сыртындағы халық аузында домофон деп айтылады. Мен мысалы, мына кілт ештеңе жоқ қолымда. Мынаны қазір құлтайым, қараңыздар. Құлтайым. Құлтанды көрдіңіздер ма? Құлтауын көрсетемін, бірақ қалай ашылатынын көрсетпеймін. Сен маған қарата тұр, қазір мен ашам. Міне мен кодты теріп жатырмын. Қараңыздар, кодты терем. Ашылды. Вот, солай. Бұл жақта 8 цилиндрлі 4/6 көлемді мотор тұрады. Тартқан кезде өте жақсы тұрады, бірақ жылқының саны көп емес, 235 ақпа жылқы бар бұл жақта. И біз құдай қаласа бұл моторды барлығын идеалға жеткіземіз, жасау керек нәрселерінің барлығын жасаймыз. Әлі де бұл моторда бір-екі нәрсесі бар, ауыстырып жіберу керек. Мына маған решетканы да әлі ауыстыру керек, құдай қаласа. Мынау пластиковый решетка, бұлар темір қоймайды американецтер, именно осы таункарлар. Себебі адам соққан, құдай сақтасын, адаммен столкновение болған кезде, қақтығыс болған кезде, мынаның барлығы жұмсақ болсын деп, мынаны пружинада тұрады. Сосын мынау міне адамның почкасына кіріп кетпес үшін бүйтіп мынандай болады, міне Rolls-Royce-тарда. Сосын мынау пластик. Пластиктің хромы өйстіп наклейка сияқты болып кетеді екен. Құдай қаласа мынаның полностью хромнан тазалап, қайттан хромировать ететін боламыз. Және де мен фаралар мынандай емес еді, сап-сары еді мен алған кезде. Мен бұны полировать еткіздім. И полировкадан кейін фаралары осындай жылтыр, әп-әдемі. Және де бұл көлікте
ең күшті таныстыратын, күшті көрсететін нәрсесі ол салонына дейін. Бұл неге семейный көлік және бұл неге үлкен размерлі десеңіздер, мен сіздерге жүк салғышын көрсетейін. Сіздер мына жүк салғышты қарасаңыздар, ё-моё. Мынау прям девиль сияқты ғой біздің. Ішіне, короче, екі адамды точно жатқызып аласың ғой. Сосын мына жерінде включить, отключить деген нәрсе бар. Off деп тұр екен, on деп тұр міне. Пневмаларын өшіретін ғой, артыңғы пневмаларын. Маған әлі сол жақ пневмасын ауыстыру керек. И тағы да бір жақсысы бұл көліктің, бұған бензин көлемі үлкен болса да 92 құясың. 92-ні бұл кайфовать етіп ішеді, кайфовать етіп 92-мен жүреді бұл көлік. Все, енді ең кайф жеріне салонына кеттік. Мына есіктің қалыңдығын қараңыздар сіздер. Мен осындай максимально габаритный машиналарды ұнатам. Кең кәдімгідей. Құдай сақтасын, ертең бір нәрсе болып, жолда бүйтіп қақтығыс болып қалған күннің өзінде мен денсаулығым үшін қатты алаңдаймын. Сол үшін менің денсаулығым аман қалу үшін мен осындай көліктерді қатты ұнатам. И мен үшін өте үлкен андай критерийлардың несіне кіретін ол комфорты машинаның. Өте аспасы, ходовкасы өте ыңғайлы болғанын қалаймын мен. Прям ештеңені сезбеген дәл осы көлік ұқсап. Мына есіктің қалыңдығын көрдіңіздер ғой. Бұл жақта полный электропакет, барлық нәрселері максимально кнопкамен басқарылады. Міне лючоктың өзі де кнопкамен ашылады. Багажник ашатын кнопканы тіпті құлтап қоюға болады. Енді салонға кіріңіздер, мен сіздерге салонды таныстырамын. Мә, кең қойшы. Есіктің жабылғанда кайф қана дауысты естідіңіздер ма? Енді бұл жақта міне документ бойынша жалпы зауыттың шығарылуы бойынша 3 адам отыра алады алдына. Яғни бұл 6 адамдық көлік. Міне алдына 3 адам отыра алады. Біз сіздерге қазір продемонстрировать етейін десек, ыңғайсыздау болып қалады, өйткені бізге оператор керек қой. Өзіміз 2 адамбыз. Атак міне бұның американецтердің, яғни бұрыннан келе жатқан американецтердің мынандай несі, коробкасы мына жерінде емес, коробкасы рульде міне. Көрдіңіздер ғой, кәдімгі Cadillac-тарда да осындай. Қазір қудыртып кейбір Ford'тар мына жерде істейтін болған ғой, кәдімгі европейцтер ұқсап, өздерінің несін кетіре бастаған ғой. Міне бұл жақта салонда ұнайтыны ол кожа. Кожаның сапасы деген, мынаның қалыңдығы деген айтып жеткізу мүмкін емес. Ішіне отырсаң бірандай бір диванға отырып жатсың, кәдімгі үйдегі бір апамның үйіне барған кездегі қалың кожалы диван болады ғой, бір 25 жыл тұрған диванша. Вот сондай секілді, іші өте ыңғайлы, мамық. Мынаның барлығы міне электронды, міне бұл диванның барлығы электронды қимылдайды, мына жақта кнопкамен. Мына жердегі сағаты ұнайды маған. Жалпы мына декор элементтерінің барлығы ұнайды. Ағаш секілді вставкалары, кішкене жаңа заманға енді ұқсатып қойған әрине, бірақ сонда да бір ескіден келе жатқан, көнеден келе жатқан бір дизайн іспетті. Мынау құдай қаласа ауысады. Бұл жаққа мен артқы камераны қоям, себебі мен мына жерге анау Android қойып, не қойып, колхоз істеткім келіп тұрған жоқ машинаны. Мен тек мынау білдіртпей айнаны ауыстырып жіберемін, чтобы менде артқы камера. Мына көлікке артқы камерасыз болмайды. Өйткені артқы камерасыз мынандай габариттермен кез келген парковкада сырып алып, не істеп алуға болады, майыстырып алуға, ұрып алуға болады. Сол себепті камера міндетті түрде қоям, құдай қаласа. Атак салонда ондай анау айтар жасау керек ештеңке жоқ. Мына жерде міне пепельницалары бар. Одан кейін мына жерде міне не салғыштары бар, бутылка салғыштары. Одан кейін мынау подлокотник болып міне шынтақ тірегіш болып орнына түседі. Бұл мына бетінен де ашылады, и мына бетінен де ашылады. Қай көлікте мұндай көресіздер? Кайф, е? Мына жағында міне бардачогы бар. Одан кейін қалған барлығы электронды. Тіпті рульдің өзі электронды. Ойбай, мынау мультируль. Так, бисмилля деп оталдырайық. Міне әр көлікте ұнамайтын нәрсесі болады. Маған бұл көліктегі енді шыны керек, мойындау керек. Ұнамайтын нәрсесі ол мына жасыл ғой, мына жасыл. Мынаның барлығы түнде андай жасыл болып жанады, бір УАЗ патриот тұтқан сияқтышы. Сол ғана ұнамайды маған. Маған әппақ түстер ұнайды, мындай кнопкалардың бәрі әппақ болса, Lexus-тардағыдай. Именно американецтерде ұнамайтыны осы жасыл түс. Енді құдай қаласа, егер оларды аққа өзгертуге болатын болса, болашақта өзгерте жатармыз. Қазірге осыған да шүкіршілік етейік. Бісміллә, міне
арты менің орным, мына орындығым артқа максимально жылжып тұр, маған ыңғайлы болып. Соның өзінде міне маған бойым 1.80 өте ыңғайлы, кең. Еще мына диван, ё-ма. Негізі бұндай американдық көліктерге отырып көру керек. Егер мүмкіндік болып, қалаларыңызда осындай көлік көріп қалған болсаңыздар, обязательно тоқтатып, отырып көріңіздер. Бәлкім сіздерге де ұнап қалар. Мен бірақ сенімдімін сіздерге де ұнайтынына. Еще бұл көлікте андай дыбыс изоляциясы өте жоғары деңгейде. Яғни сіздер есік жабық тұрған кезінде сырттан ешқандай шум естімейсіздер енді. Оны мына есіктердің қалыңдығынан түсінуге болатын шығар. Сырттан ешқандай шум естілмейді. Себебі президент енді жоғарғы лауазымды кісілер отырған кезде мынаның артында бұның дыбыс изоляциясы өте мықты болу керек. Себебі ол кісілер ештеңені алаңдамау керек қой. Жүріп қайтқыларыңыз келе ме өмірге? Музыканы өшіре салайық. Терезелерді жаба салайық, шумоизоляциясын көру үшін. Бісміллә деп. Ремень тағайық. Ремень міндетті түрде тағып жүріңіздер. Бісміллә. Көрдіңіздер ме, не деген кайф мынау деген. Әдейі жаман жолдармен жүрейін ба? Мынау еще ходовкасы бітіп тұр. Қарасаңызшы, даладан дым естілмейді. Вообще. Дым естілмейді. Келетіңіз мен. Как вам такое? Илон Масктар. Бісміллә. Самокатты жұлып түсіріп жүзақ. Пешеходта жүретін самокаттар қорқытады адамды. Міне. Кішкене ана мотордың дауысы болды, басқа дым естілмейді мына жақта. Жаныңнан машина өтіп жатыр ма, өтпей жатыр ма, біреу қадалып қойып жатыр ма, қадалмай жатыр ма, дым не жоқ. Жалпы болашақта не жасалып жатыр білесіздер ғой, как положено бәрін көрсететін болам. Бірақ бұл көлікті мен өзіме алып қалғым келеді, кәдімгі ұзақ жылдарға идеальный қылып жасап, бұйырса өзіме алып қалғым келеді. Дерзкий машина ғой. Мен айтпақшы, комментарийлардың барлығын оқимын. Түгел оқимын, не комментарий жазасыңдар, сол үшін комментарий жазған кезде ойланып, дұрыстап жазу керек. Андай өтірік қышты боқтап, не істейтін адамдарды сразу блокқа кетірем. Все, ендеше осымен бүгінгі шолу аяқталсын. Келесі кездескенше міндетті түрде өз ойларыңды жазып, және де пікірге қандай контент қалайтындарыңды жазыңдар. Давайте, келесі кездескенше. Чао, бамбино, джиги. Think I want a yacht and a ranch, yes. Hit the boulevard and hit my dance. Everybody wanna be a boss, but they can't. But they motherfuckers